Сәлем, достар. Көкөністерді тоңазытқышта сақтаймыз деп, оларды зақымдап жүргенімізді білесіз бе? Бүгін біз көкөністерді тоңазытқышта сақтау керек пе, жоқ па деген сұраққа ғылыми және тәжірибелік жауап береміз. Бұл видеода қай көкөністі тоңазытқышқа салуға болмайды? Қайсысын салуға болады? Қандай қателіктерден аулақ болу керек? Толық айтып өтеміз. Видеоны соңына дейін көріңіз, тұрмыстық өмірде қажет кеңестер өте көп. Бір бөлім, тоңазытқыш көкөністерге не істейді? Тоңазытқыштың негізгі қызметі тағамды салқындату және сақтау. Бірақ, кейбір көкөністер салқын мен ылғалдылыққа сезімтал. Температура 0,4 болғанда кейбір көкөністің құрамы бұзылады. Дәмі, иісі, құрылымы өзгереді. Сондықтан бәрін бір жерге салып қою дұрыс емес. Әр көкөністің жеке сақтау талабы бар. 2 бөлім, тоңазытқышқа салуға болмайтын көкөністер. Картоп. Салқын жерде крахмал қантқа айналады. Дәмі тәттіленіп, құрылымы жұмсарады. Бұзылуы жылдамдайды. Пияз. Ылғалдылықты жақсы көрмейді. Тоңазытқышта жұмсарып, тез шіри бастайды. Сарымсақ. Тоңазытқыштағы салқын мен ылғал өну процесін бастайды. Көгеріп кетуі мүмкін. Қияр, бұрыш, қызанақ. Тоңазытқышта дәмі мен құрылымы өзгереді. Қызанақ су тәрізді, дәмсіз боп қалады. Қияр жұмсарып, бұзыла бастайды. Оларды салқын, қараңғы, жақсы желдетілетін жерде сақтау әлдеқайда дұрыс. 3 бөлім. Тоңазытқышта сақтауға болатын көкөністер. Сәбіз, шалғам, қызылша. Тоңазытқышта ұзақ сақталады. Бірақ оларды қағазға немесе желдетілетін пакетке ораған жөн. Жасыл жапырақтар, салат, аскөк, ақжелкен. Ылғалды жақсы көреді. Бірақ қаптамасыз немесе жабық пакетте болса, тез шіриді. Оларды құрғақ қағазға орап, үстіне су бүркіп қою керек. Брокколи, гүлді 40 қабат. Тоңазытқышта жақсы сақталады. Бірақ оларды ауа өткізетін пакетке салып, ұзақ тұруынан сақ болған жөн. 4 бөлім, сақтау кезінде жиі жасалатын қателіктер. Көкөністерді жуып салу. Суға тиген соң олар тез бұзылады. Тоңазытқышта ылғал көгерудің басты себебі. Жумаңыз, тек пайдаланар алдында жуыңыз. Барлығын бір пакетке салу. Әр көкөністің ылғал мен температураға реакциясы әртүрлі. Әрқайсысын бөлек пакетте сақтау тиімді. Пакетті жауып қою. Ауа кірмесе, көкөніс тұншығады, тез шіриді. Ауа алмасатын пакет немесе тесігі бар қаптама қолданған жөн. Қорытынды. Көкөністі тоңазытқышқа салу бір қарағанда оңай іс. Бірақ дұрыс сақтамасаңыз, дәмі де, құнары да жоғалады. Есте сақтаңыз. Кей көкөністерге тоңазытқыш зиян. Басқаларына өте пайдалы сақтау орны. Денсаулық дұрыс тамақтанудан басталады. Ал дұрыс сақтау сол жолдың бірінші қадамы. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда тағы да тұрмыстық пайдалы кеңестер күтіп тұр.